Бүгін сіздер DOM аббревиатурасымен танысатын боласыздар. DOM Document Object Model ағылшынша сөздерінен құралған. Бұл веб әзірлеушілерге JavaScript-пен парақшаны басқаруға мүмкіндік береді. Браузер парақшаны жүктеген кезде HTML мен CSS-ті талдайды да осы DOM-ға айналдырады. DOM біз білетін тегтерді, атрибуттарды, оларға арналған стильдерді құрайтын JavaScript-тің бір үлкен объекті. JavaScript арқылы DOM-ға кіру үшін глобалды document айнымалысын қолданамыз. Осыдан кейін қажетті қасиеттерді, осы объектке тіркелген функцияларды шақыра аламыз. DOM мен басқаруды жүзеге асырудың екі қадаммен таныстырайын. Алдымен парақшамызда осы қадамдардың сипаттамасын тізім түріне келтіріп жазып қояйын. Сандық тізім үшін мен OL тегін пайдаланамын. Жақсы. Бірінші қадам. DOM-ға кірген соң, оның түйінін іздейміз. DOM модельге сәйкес документ құрылымы иерархиялық түрге ие. Сәйкесінше әрбір HTML тег DOM моделінің түйіні болып саналады. Екінші қадам, тапқан DOM түйініміздің атрибуттарын, стилін өзгертеміз, немесе жаңа түйіндер қоса аламыз. Бірінші қадамымыздан бастайық. Біздің іздеп отырғанымыз body тегі. Оған кіру негізі өте оңай. Жай ғана document.body деп жазамын. Енді екінші қадам басталады. Екінші қадамда табылған DOM түйінін басқара отырып, атрибуттың стилін өзгерту, ішкі HTML-ді басқа контентпен алмастыру, сонымен қатар жаңа түйіндер қосуды білдіреді. Егер біз толық тег ішінде контентті алмастырғымыз келсе, inner HTML қасиетін пайдаланамыз. Яғни document.body.inner HTML тең қандайда бір сөйлем жазайық, сайтты басып алдық деп қояйықшы. Біз document body'дағы inner HTML-ға өзгеріс енгізіп отырғанымызды браузер бақылап отырып, негізгі документпен алмастыра қояды. Есте сақтаймыз, document object, яғни документ объекті негізгі веб парақшамыз емес. Бірақ браузер енгізілген өзгерістерді мүмкіндігінше негізгі документке орналастырады. Бұл жерде бірінші қадамымызды жүзеге асырудың көптеген жолдары бар. Себебі сіз бір нәрсені тек қана body тег арқылы емес, басқа жолдармен де тапқыңыз келетін болады. Мүмкін бізге белгілі бір ID арқылы, немесе белгілі бір типке жататын тегтерді анықтауымыз керек болады. Мұның барлығы DOM-ға кіру әдістері туралы жазбамызда айтылатын болады. Сонымен қатар екінші қадамымызда небір түрлі өзгерістер жасай аламыз. Мысалы, тауып алған тегіміздің атрибуттарын, стилін өзгерту. Бұл тақырып DOM-дағы түрлендірулер видеосабағымызда тереңірек талданады. DOM-ға кірумен онда өзгерістер жасауды жақсылап меңгергеннен кейін бұдан да қызықты операциялар жасауға болады. Мысалы, қолданушы тарапынан болатын оқиғаларға браузердің кері әрекетін бағдарламалау, немесе анимациялар жасау. DOM жайлы негізгі ақпараттар кейін толыққанды интерактивті сайттар жасауға керек болады. Сондықтан тоқтамаңыздар.